Ассалаумалейкум. Осы шалфейді ішкеніме бір апта болды. Бір аптаның ішінде мынадай өзгерістер болды. Аза бастадым және женский жақта жақсарғанын байқадым. Ас қорытуым жеңілдеді және жақсарып қалды. Бұны мен интернеттен көріп, жасап көрген едім. Бала көтере алмай жүргендер ішсе болады деген. Және менопаузада көмектеседі, жалпы әйелдерге арналған гормондар бар екенін оқыдым. Мен тамақ ішкесін 3 рет жарты сағаттан кейін ішіп жүрмін және шөлдеген кезде де ішемін. Интернетте бұның көрсетілімдері тыныс алу жолдарының ауруын емдейді, қақырық түсіреді, шамадан тыс терлеуді басады және гинекологиялық аурулар, етек циклінің бұзылуы, гормоналды деңгейдің қалыпқа келуіне ықпал етеді деп жазылған және менопауза белгілерін азайтады деген. Ас қорыту проблемалары кейбір құрысулар асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады деп жазылған екен. Өздеріңізде қарап көріңіздер. Шалфейді темір тыста қайнатпаңыз. Тек осылай банкаға үлкен қасықпен 1 қасық немесе шай қасықпен 2 қасық салып, осылай банкада жасайсыз. Шөптің бәрі түбіне тұнған кезде қолдана бересіз. Ем болсын. Келесі пайдалы видео үшін каналға тіркеле кетіңіз.